Достар, менің мына маскамен отырғаным не себепті екенін бәріне түсінікті шығар. Я сол баяғы коронавирус. Нет, коронавирус. Кет, коронавирус жақындама жолыма. Қазір барлық жерде коронавирусты айтып жатыр. Бір күн хотя бы коронавируссыз өтпейді ғой. Күн сайын жаңалықтан, Инстаграмнан, ВКонтактеден, WhatsApp'тан, ютубтан және тағы да басқа жерлерден коронавирус туралы мәліметтер айтылуда. Міне, бізде енді бұл тақырыпты қозғайтын боламыз. Әрине, мен сіздерге қазір Америка ашпаймын. Ешқандай бұл жерде коронавирус туралы жаңа ақпараттар болмайды. Мен сіздерге осындай жағдай болып жатырғанда не істеу керек екенін айтайын одан да. Әрине, барлығыңыз білетін шығарсыздар. Мектептер, жұмыс орындары, базарлар, сауда орталықтары, кинотеатрлар, концерттік залдар барлығы да жұмысын жасауын тоқтатты. Бұның бәрі адамдар бір-бірін жұқтырмасын деген оймен жабылды. Бүкіл халық қазір карантинда. Көбі үйлерінде отырып уақытын өткізіп отыр. Мен де сіздерге дәл осыны ұсынамын. Егер де достар, сіздер далаға шығып жүрсеңіз, сізге ұсынысым оны тоқтатыңыз. Өйткені сіз вирус жұқтырып алып, кейін үйге келіп отбасыңызды жұқтыруыңыз мүмкін. Кейбір адамдар коронавирусты төзе алады дегенді естідім. Әсіресе бұл жастар. Бірақ бір жаманы, достар, жастар вирусты таратуы мүмкін. Мысалы, кейбір адамдар коронавирусты жұқтыртып алып, оған ол әсер етпеуі мүмкін. Бірақ кейін сол адам үйіне барған кезде бүкіл отбасына сол ауруды таратып, оларға ол өзі қатты зардабын тигізуі мүмкін. Әрине, достар, мен бұл жерде ешқандай дәрігер емеспін. Мен тек интернетте жаңалықтан естігенімді айтып жатырмын. Сол үшін сақ болайық, достар, үйде отырып YouTube қараймыз. Мен мульттерімді қараңыздар. Ойнап айтам, өздеріңіз білесіздер ғой, кімді қарасаңыздар да. Ең бастысы, достар, үйде отырыңыздар, және де маска киіп жүріңіздер, және қолдарыңызды жуып, таза жүріңіздер. Көп шықпаңыздар. Вообще шықпаңыздар, не советую. Ал давайте, достар, мен де сіздерге уайымдағасын осындай мульт шығардым. Ал давайте, сау болыңыздар.